және кезекті бөлім түсіретін боламыз сіздермен бірге. Міне тізімді таныстырып өткендегі осы түсірген видеоның соңынан сразу түсірдім, және біз Ювентус ойнайтын боламыз. Үшінші формамен ойын басталып кетті. Матео Ковачич. Тізімдерде көптісі Криштиану Роналду ұзақты соққысы жалғай жүріп бұрындайды. Соққылар чемішкеше қайрат. Осы жақында ғана шын өмірде Реал мен Ювентус ойнады, білесіздер. Мынандай шан. Салах тебе салу керек еді. Буфон тамаша. Екі рет топ тастап үлгерді. Тәжірибе бар ғой, онда мың айтқанмен. Итальян Карбахалдың қателігі. Мұхаммед Салах. Бүйтіп алла соққы жасап гол кіргізгенін көп істеді. Ювентус командасын тасталған қылу керек. Криштиану Роналду қуанады. Өзгеше форма алдым, көптер жақында форма сатып алдым болдым. Астында әдемі бір форманы алатын несі бар. Буфон әдемі топ несіне білмей қалған кезде гол салып кеттім осындай бір тамаша. Қарап отырсаңыз міне өте әдемі Салах, Мұхаммед Салах. Ювейн Реалдан кеткен футболшы. Дибала кәдімгі жаңа ойыншылармен обновлениеден кейін. Тони Кросс сатып алдым. Осы ойында Тони Кросс алған болдым. Көптісі міне Кросс. Өте Ювентус шаман мықты команданың бұрыштан ойнауға. Барын қайтармауды қиын болды. Мұхаммед Салахпен қайтарып көрейік. Стамасық өте ауыр болады. Салах қарды молодец. Салахты Бензема офсайд болмаса гол болады. Офсайд жоқ. Финт. Роналду гол. 2-0. Супер гол. Гол. Кәрім Бензема көріпсі қойып тұр. Жақында сатып алдым онда. Сіздерде смело айтып лайк басып, мына ойыншыны алдыңыз. Любой ойыншыны аламын, сөзсіз. Мен андай зломбаза қылып немесе бір өтірік ақша жинап алып үйтіп ойнап мына футболшыны алмаймын. Мен таза еңбекке ойнаймын, соны ұнатамын. Клаш ойнаймын, одан кейін тағы бір ойын. Клашта да солай. Көптісір Бензема қалай өтіп кеткен. Роналдуға берген соққы. Пас. Өзімін тепкізе салдым көріп еді. Қана жоқ. Рамостың осындай атақ ашып өтетін кездері болады да. Көптісіз Мұхаммед Салах екінші гол ұрған бүгінгі матчта. Салах гол. Супер гол. Элита дивизионда 2 гол, бомбардирді басқарып барады. Біздің команда. Кросстың қуанын қараңыз. Қайталап көргізімді қызыға қалмайды. 3-0 көттім. Өте жойғын ойнап жадым. Өзім бұндай шот болады ойламағаным. Негізі шынын айтқанда. Криштиану Роналду шығып кетті негізі. Неге судья сықырмады түсінбедім. Марсело допты көтеп аутта лақтырып беретін болды. Салах топтан айырылып қалды. Алдап жүрмін, жаман мықты негізі Ювентус. Консалда Ювейнді Рамос бермеді. Навыс қателік беруге ақысы жоқ. Паула Дибала жазда Реалға кеп қалу мүмкіндігі сөздерді болғаны да өйткені. Әзір енді кешегі ойыннан кейін алмайтын болды. Бірінші тайм осымен аяқталып отыр. 0-0 ресеппен жеңіп отыр. Көптесе тамаша ойынның бірі. Қайтарып көреміз. Севилья астында ойында өтіп отыр. Параллель Париж 0-2 отыр енді. Арсенал Тоттенхэм 2. Олар кім? Дешилио оны Лихтенштейн түсіріпті. Бензема бірінші ойын. Бенземаның соққысы. Буфон тоғыз қылмап шықты. Тамаша. Шынымен финалда кім жеңеді, онда лайк басып көрейік. Гол. Бенземаның бірінші гол чемпионатта. Кәрім Бензема баспа зор ойнайды негізі. Ойындарын көремізді. Реалда да сол ойнайды. Сошы сатып алдым. Көпшілік оны алмай жүр. Кейін кезде бір ойын жақсы ойнайды. Бавария құтқарып берді. Ал Ювентус командасы атака жасап отыр. Екінші таймда мүлдем жүре емес жүрістер. Ковачич ортан жапты. Кәрім Бензема, Роналду қайда? Пас.
Гол бұл оның алыс бұрышына кетті. Криштиану Роналду шалқасына жатты қарасты. Арзашыма пасты қараңыздар, ортадан алып өтіп Ювентустың тасқамал қорғаушы болып қалды. Тамаша ойын болып болды негізі. Роналду былай финттер жасап қойған кезде алып қойды. Криштиану офсайд жоқ. Гол. 6-0 разгром болды. Таза жеңіс Криштиану хеттер көріп отыр. Салақ та болып кетті. Криштиану Роналду әлемнің нөмір 1 футболшысы болған. Неймардан озып тұр негізі дәл қазір. Неймар ақшаның артына кетпегенде негізі Барселона Мессиден көтеріле алмайды. Өмір Реалға келдік деген сөздер бар. Мықты футболшы Неймар өзін құрметтеймін. Шын өмірде жарақаттан айығып бірінші жаттығу матчына түсті бүгін. Көрдім ғой тікелей. Криштиану Роналду Салах. Вай. Мынандай соққан Гонсало Игуаин түк шықпаған деген ауыстырып отыр. Бізді бір футболшы ауыстырып қояйық. Кім түсірсін деген. Қорғаушы Саша алғаннан соң одан Начоны түсеміз. Көптістір кейін Исконы қолға тастап көрейін қызық болды. Және Васкес жауынға Салахты оны тастап көрейін. Шашап Салах. Баран орнын Начо үшеуі бірдей ауысты. Ал енді көреміз. Үш ауысымыз ауыстырып болдық. Гол бола ма? Ковачич. Болмады. Марк Асенсио. Осы футболшының ойында өте қатты ұнайды. Соққылар тамаша. Басы ұстап өкініспен кетіп отырған екен. Васкес ортада. Васкестің жылдамдығында сөз жоқ. Карбахал. Васкес өтпей қалды. План орнамады. Роналду. Криштиану Роналду ұзақта соққан. Бұл қоғанда деп тұрды ұстап қойды. Ортадан бір салайын деп едім болмады. 77-ші минут 0-6 есеп. Ювентус стадионын өтіп отырып көріпсіздер. Сіздер де ойнай аласыздар. Сол ойындарыңызды көріп суреттерін жіберіңіз, көрейік. Осы элитный дивизионда ойнап отқандарыңыз болса. Искон жаңа дебют ойнады. Роналду. Сәл қалды. Өте әдемі соққылар. Мандюкичтер ауыстырып бұларда шоу ауысын болды. Бізден кім салды мүмкін алыпты. Васкес. Бай, Васкес. Тамаша Марк Асенсио жетсе қызық болады. Тағы бір қауіпті атакаларын. Қайтарып тосты. Ювентусты қоғанысы мықты негізі. Начо топты. Ковачич. Вай. Дәлтеп келіпті гол болды. 7-ден Ювентусты жеңе алмаймыз негізі. Шын ойында 0-5 есебімен жеңген кезде мысалы Ювентус осымен ойын бітті өзі. Қоспен уақытсыз бітті сөзін. Алар соңғы минутта Сами Хедира Барзагли көрді. Барзагли не істеп Начо допты көтереді және Иско Аликарноның пасы Криштиану 7-ші гол бола ма? Буфонға гол. Мұны көріңіз. Супер гол. На пасты қарасың өте фитті әдем ойнады. Сіздер фит. Осылай фит жасап көрсеңіздер болады. Мұнда қарасыңыздар Роналдумен. Супер фиттердің бірі есеп 0-7. Бірінші орындамыз. Қазірше бірінші ойында. Жеңіс күндерде кездескенше тамаша ойын болды мысалы көптісі. Ең жақсы ойыншы сөз Роналду шығар. Көрсетеді. Міне Криштиану Роналду лучший игрок деп тұр астында. Демек қол алысып қойды қалай ойнадым дегендей. 4 гол ұрып покер ұрып тастады бірінші ойында. Көріпсіздер. Қалған ойындар Барселона жеңіліп қалыпты. Романы нөмірде жеңіліп өтті. Әдемі. Челси, Юнайтед ұйықтатып жүр соңғы кезде сондай болып отыр. Реал Мадрид пен Атлетико Мадрид өмір тең ойнайды. Сондай тең болып тұр. Дегенмен шын ойын сияқты болып тұр. Қазір таблицаны қараймыз. Таблицада бірінші орында екен. Міне чемпионат ойыны басталды. Біз сөзсіз бірінші орындамыз. 7 гол 3 бой. Бірінші орында. Ювентус болса кетті төмен. Гол соғу бойынша Роналду 4 гол. Кавани қуып келеді. Кейн екеуі. Пас беру бойынша біздегілер жақсы нәтиже. Сонымен
сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен уақытша қоштасып қаламыз. Қазақ дос кланына кіріп клаш ойнаймыз. Дрем Лига несін видеомды көріп лайк басамыз. Сонда сіздерге рахмет деп қаламын.